Бүгін денсаулыққа өте пайдалы гемоглобин көтеретін салат жасаймыз. 2 дана қызылшамызды суға қайнатып пісіріп аламыз. Қызылшаның краскасы шығатын болғандықтан қолымызға перчаткамызды киіп, үккіштен осылай өткізіп аламыз. Тұзымызды саламыз. Сарымсақтарымызды осылай езіп салып аламыз. Грек жаңғақтарын майдалап тураймыз. Майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Осымен денсаулыққа пайдалы салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Тәрелкемізге салып, бетін өз қалауларыңызша әсемдейсіздер. Мен бетін жаңғақпен үккіштен өткізіп әсемдедім. Сіздер жаңғақпен немесе анармен әсемдесеңіздер өте әдемі көрінеді. Ас болсын.